Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай айраннан керемет пирог жасайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді тамашалайтын боласыз. Бұл пирогты жасау үшін мінекей құрамын жазып қойдым. 2 стакан айран, 1 стакан манный крупа, 1 стакан құмшекер, 1 стакан ұн қажет болады. Алдыменен 2 стакан айранымызды үлкен шоңғыл ыдысқа құямыз. Одан кейін кішкене 1 шай қасықтай сода салып, осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей байқасаңыздар, айранымыздың беті көпіршіді. Енді 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, оған 1 стакан құмшекерді үстінен құйып, мінекей тағы да осылай жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтық пайда болады сол кезде. Қоймалжың сұйықтық. Қанты жақсы ерсін деп қайта-қайта араластырып жатырмын. Енді манный крупаны айранға салдым. Айранның үстінен салып, жаңағы 1 стакан манный крупамызды тағы да осылай жақсылап қозғап аламыз. Жақсылап осылай қозғап алғаннан кейін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Манный крупасы кішкене айранда тұрып, белгілі бір қалыпқа келу керек. Мына жаңағы қант пен құмшекердің үстіне 1 шөкімдей тұз салдым. Кішкене тұз қосу керек. Сосын тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Енді жаңағы дайын болған айранымыздың үстіне осы жұмыртқа мен қантымызды үстінен осылай құямыз. Енді барлығын қосқаннан кейін жақсылап қозғап осылай араластырып аламыз. Енді 1 стакандай ұнды осылай жайлап аз-аздан салып қозғаймыз. Ұны іртік-іртік болып қалмас үшін аз-аздан салып осылай біртіндеп салып қозғап, белгілі бір сұйықтыққа келгенше осылай араластырып аламыз. Кішкене 50 граммдай сұйық май құйдым. Тағы да араластырамыз. Енді алдын ала дайындап қойған табамызға осындай арнайы пісіруге арналған төсейтін осындай қағазын төсеп ыдысымызға, оның үстіне дайын болған сұйықтығымызды құямыз. Алдын ала қыздырып қойған пешімізге, 180 градус қыздырып қойған пешімізге осы дайын болған табадағы сұйықтығымызды қоямыз. 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей менің пирогымда пісті, қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Енді осыны суытып, суығаннан кейін мінекей палышкамен тығып көреміз. Егер ешқандай сұйықтық жабыспаса піскені, бетіне осылай сахарный пудрамызды шашып, одан кейін кесіп, әдемілеп үшбұрыштап кесіп, тарелкамызға салып, шай ішуге апара берсек болады. Мінекей біздің де пирогымыз дайын болды. Өте әдемі, керемет болып шықты. Дәмі де өте тамаша.
Бұл пирогты жасау үшін көп нәрсенің қажеті жоқ, үйдегі бар заттармен осылай жасауға болады. Қолжетімді пирогтың түрі. Егер сіздерге бүгінгі менің жасаған осы пирогым ұнап жатса, сіздер де үйде осылай жасап көріңіздер. Бала-шағаңызға ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет пирог. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.